Бүкіл әлем бойынша сәлем жолдаймын. Бұл сіздің аспазыңыз. Егер сіз мұны менің Instagram парақшамнан көріп жатсаңыз, бұл менің тікелей эфирім, алдын ала жазылған. Мен бұл аздап қайшылық екенін түсінемін. Бірақ мен ұшақпен ұшатын болдым. Камераның артында отырған Лорен біз бұл инстаны алдын ала жазамыз деп шешті. Ал сіз 15 минутқа созылатын бірінші бөлімді көріп отырсыз. Содан кейін келесі посттағы 15 минутқа созылатын екінші бөлімге арналады. Өйткені оны жүктеп алу мүмкіндігіміз шектеулі. Бәрі жақсы. Сондықтан алдымен кәдімгі күдіктілерге атап айтқанда менің Instagram өмірімдегі серіктестерімнің көпшілігіне хабарласуға рұқсат етіңіз. Әрқашан қасында болатын. Дәл қазір камераның артында тұрған ирландиялыққа, әрқашан камераның артында тұрған Лоренге, Рита мен Раджаға сәлем айтыңыз. Бәрі жақсы, әрқашан қасында болатын Рашқа сәлем айтыңыз. Бұл суреш. Бәрі жақсы. Кала, әрқашан қасында болатын Кала, Киппа. Олардың барлығы есімде. Сварна әрқашан сонда. Сиамак әрқашан сонда. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Бұл Виджи Кунан, Вики Рас корпорациясының жауынгері. Осында бір жерде. Бәрі жақсы. Және менің Инстаграмдағы адал жазылушыларымның барлығына сәлем жолдаймын. Мен сені жақсы көремін және адалдығың үшін алғыс айтамын. Бәрі жақсы. Ең алдымен барлық мұсылман бауырларыма бар жақсылықты тілеймін. Бәрі жақсы. Бонжур жатам. Дүние жүзіндегі барлық француз тілінде сөйлейтін туыстарыма сәлем. Как дела Луптибия, Жапа және Датусли Виджай тілінде сөйлейтін барлық орыс туыстарыма, Ирандағы және дүние жүзіндегі ирандық бауырларыма сәлем. Бұл Метромен компаниясының мерхабасы. Барлығына сәлем. Бонжур. Жоқ, мен Италияны айтып отырмын. Сондықтан кені Еуропге қош келдіңіз. Бәрі жақсы. Оңтүстік Америкаға бар. Жарайды. Коничива. Жапония. Ванаккам. Намасте. Намаскарам. Сацриакал. Вихан. Үндістан. Нет. Үндістан. Намасте Аджана. Ванаккам және Ибаван, Шри-Ланка, Апагабар, Индонезия, Малайзия, Гонконг, Нихау, Қытай, Нихау, Гонконг, Синчау, Вьетнам. Мен сені жақсы көремін. Манглава, бәрі жақсы. Манма, сингапурлықтарға сәлем. Май, австралиялықтарға жақсылық тілеймін. Бәрі жақсы. Кореяда тұратындардың барлығына мен қазірдің өзінде барамын. Лиза, мен Блекпинктен келемін. Бәрі жақсы ма? Сондықтан балалар, мен қазір Римдемін, Италиядамын. Мен соңғы 5 күнде Жапа, Дато Шриф Виджай және серіктестермен бірге гауһар тастар, көк гауһар тастар және платина гауһар тастары бар табысты адамдар клубына қатысу үшін осында болдым. Бұл керемет жетістіктер клубы болды. Лоридің әлеуметтік желідегі барлық жазбаларын қараңыз. Бұл керемет. Бәрі жақсы ма? Мен сіздің басшыларыңызбен және табысқа жеткендердің барлығымен көп уақыт өткіземін және оларға айтқанымды қорытындылағым келеді. Жарайды. Бірінші бөлім. Айтпақшы, келесі табысты адамдар клубына іріктеуден өтіңіз. Осылайша сіз әлемнің кез келген жерінде керемет аспазыңызбен демалуға болады. Іріктеуден өтіңіз. Платина, гауһар, көк гауһар бұл. Жарай ма? Бұл мүмкін. Жарай ма? Менің сізге бірінші жолдауым. Бірінші бөлімдегі балалар 0 және 100%. Бәрі жақсы ма? Бұл біздің өмірде жасайтын барлық істеріміздің ауқымы. Ол 0-ден басталып 100% аяқталады. Қарым-қатынас, бизнес, бәрі жақсы, спорт, фитнес, медитация. Біз жасайтын барлық нәрсе 0-ден 100%-ға дейін болуы мүмкін. 0 дегенді білдіреді. Дато Шри Виджай айтқандай, 100%-ды құрайды. Мен Кнет және Ви арқылы саяхатымызды барынша арттыру үшін осы сапарға қатысушылардың барлығының алдында тұрған ең үлкен қиындық логикалық тұрғыдан бәріміз 0-ден бастайтынымызды түсінемін. Жақсы ма? Сіз 0-ден бастайсыз, тіркелесіз, бизнеске келесіз. Менің сәлемдесу бейнемді көресіз. 8 негізгі құрылыс материалы. Бәрі жақсы. Сіз өзіңіздің төменнен жоғары жүйеңізді ұстанасыз. Содан кейін осы жолдың бір жерінде барлығы франда бейнелерді көргенде немесе сіздің жүйеңізде осы басуды алады. Бір сәтте сіз шертіп 0-ден 100%-ға секіресіз. Және бұл сіздің берілгендігіңіздің ең жоғары деңгейі. Сіз бірдеңе жасауға немесе өлуге дайынсыз. Сіз бұл бизнесті жақсы көресіз. Компанияны жақсы көресіз. Арманыңызды таптыңыз. Сіз өзіңіз үшін ең маңызды шешімді қабылдадыңыз және сізді ештеңеде, ешкімде ұстай алмайтынын өзіңіз шештіңіз. Сізді ештеңеде, ешкімде тоқтата алмайды. Сіз оны қабылдауға және мүмкіндігінше ыңғайлы жерге жүгіруге дайынсыз. Және сіз сапарыңызды бастайсыз. Өмірдің кез келген жолында тек қарым-қатынаста ғана емес,
Сонымен бірге сіз жасаған кез келген саяхатта да құлдырау мен құлдырау болады. Сондықтан сіздің көлігіңізде спидометр сияқты 0-ден 100-ге дейінгі көрсеткі бар екенін елестетіп көріңіз. Және сіз осы сапарға аттанған кезде, сіз патшалар мен патшайымдардың ең идеалына айналасыз. Өйткені олар өз есептегіштерін 100 белгісінде ұстады. Олар оны 100% толық қуатында, толық берілгендікпен, 100% іскерлік, өз қараспен, белсенділікпен, адалдықпен, ақтаусыз қолдады. Бірақ қалғандарының көпшілігі жақсы, бұл көрсеткіш төмендей береді. Қайтадан көтеріледі, төмендейді, Висконға жетеді. Қайтадан көтеріледі, төмен түседі. Сәрсенбідегі жазбамды қараңыз, қайтадан көтеріліңіз, төмен түсіңіз. Менің Инстаграм өмірімді қараңыз, қайтадан 100%-ға көтеріліңіз, төмен түсіңіз. Бұл мәселе. Сондықтан 2 жылдан кейін сіз Вуканға қайта оралып, кітапқа қол қою рәсімінде менімен кездесіп, бастық, бірдеңе дұрыс емес деп айтасыз. Мен бұл кәсіппен айналысқаныма 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл болды. Мен көргім келетін нәтижелерді көрмеймін. Бәрі жақсы. Бұл сенің кінәң. Өйткені сен әрқашан 100% дәйекті бола бермейсің. Адамдар солай ойлайды. Бірақ бастық, мен 99% сенімді болдым. Мен 98% сенімді болдым. Жоқ, мен өзімді арнадым. Бірақ бұл Дивали болды. Бұл тамақ мерекесі болды. Бұл Рождество болды. Бұл Қытайдың жаңа жылы болды. Менің балаларым мектепке баруы керек еді. Мысығым ауырып қалды. Енем ауырып қалды. Түсіндің бе? Қандай жағдай болмасын. 100%-дан төмен түскен сайын көп қадам артта қаласың. Сен 100%-ға қайта орала алмайсың. Техникалық тұрғыдан мен сені ренжітпеу үшін мұны қалай айтарымды білмеймін. Бірақ мен оны 100% бермеген күні айтамын. Техникалық тұрғыдан сен ойша саяхатыңның басына ораласың. Түсіндің бе? Егер сіз бұл сүйкімділігіңізді бір күнге жоғалтсаңыз, онда сіз басына ораласыз. Содан кейін 100% өз жолыңызбен жұмыс жасайсыз. Сондықтан желілік маркетингте табысқа жетудің бірден бір кілті. Мұнда табысты адам ретінде келудің және патша немесе патшайым болудың бірден бір кілті. Спидометр инесінің 100% белгіде қалуын қамтамасыз ету. Сіз ақыл ойды, берілгендікті, өзіңізге деген сенімділікті, бағаны қалай төлеу керектігін білуді, жауынгерлікті көрсетуіңіз керек. Мұның бәрі 100%. Бұл менің табысқа жетуімнің сыры. Джаппа мен Дато Виджай маған осыны үйретті. Олар менің өнімділігімді күн сайын 100% деңгейде ұстап тұру қабілетімді оятты. Ал егер сен мені білсең, қасымда болсаң, мен тек Вуканда ғана емес, сонымен қатар күн сайын үйде, Ци мұнарасында, табысты адамдар клубында осылай өмір сүретінімді білесің. Мен оянған сәттен бастап, өзімді ұйықтауға мәжбүрлеген сәтке дейін 100% дайынмын. Түсіндің бе? Өйткені мен өзімді ұйықтауға мәжбүрлеймін. Мен ұйықтағым келмейді. Менің жұмысым тым көп. Айналада тым көп ақша жатыр. Сіз қолыңыздан келгеннің бәрін жасай аласыз. Екінші трек, үшінші жолда, төртінші трек, неге баяуламасқа бөлімінде. Бірақ кейбір адамдар мұны істейді. Біреу менен, бастық, бүгін кейбір басшылар менен 100% жылдамдықта қалай қалуым керек деп сұрады. Жауап өте қарапайым. Бұл аянышты болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл рас. Өзің шеш. Осы сәттен бастап және өз мақсаттарың мен армандарыңа жеткенше, сізде 100% көңіл күй болады деп шеш. Екіншіден, барлық алаңдататын нәрселерді алып тастаңыз. Тоқтат, барлық алаңдататын нәрселерді алып таста. Енді алаңдататын ештеңе жоқ. 3-5 жыл бойы 100% зейінді. Еңбекқор өмір сүріңіз. Содан кейін құлағанша билеңіз. Сен енді билей алмайсың. Барлық достарыңызбен және туыстарыңызбен Умбая әнін айтыңыз, бірақ оны стильде орындаңыз. Бірінші кластағы рейстер, Gucci, Fendi, Rolex, Patek'дегі 5 жұлдызды қонақ үй. Бәрі жақсы. Бірақ менің ойымша, тұрақты максималды нәтижеге жету үшін қажет деп санайтын 5 жыл ішінде сіз әр жолы бар күшіңізді салуыңыз керек. Бәрі жақсы ма? Сондықтан алаңдаушылықты доғарыңыз. Үшіншіден, өзіңізді 100% адамдармен қоршаңыз. Мен өзімді Жапамен, кіші Дато Шри Виджаймен, Кунамен, Арунмен, Адлимен, Сатимен қоршаймын. Сен түсінесің бе? Мен өзімді 100% адамдармен қоршаймын. Сіздің айналаңызда 100% адамдар болған кезде, сізде басқа амал жоқ. Сіз 100% адам боласыз. Бәрі жақсы ма? Дато Шри айтқандай, егер сіздің ең жақсы достарыңыздың 6-ы миллионер болса, онда сіз 7-ші боласыз. Егер сіздің 6-шы ықпал ету шеңберіңіз 100%-ға кеңейсе, сіз 100% миллионер боласыз. Ал 4-ші жауап. Ең оңай жауап. Арманыңды есіңе түсір.
Және бұл арманыңызды жүзеге асыру үшін 100% уақыт қажет екенін білуіңіз керек. Сондықтан маған нетте қанша уақыт болғаныңызды айтпаңыз. Маған бәрібір. Мен үшін қанша күн бойы 100% жұмыс істегеніңіз маңызды. Бұл сіздің максималды нәтижеге жету жолыңыз болып саналады. Сондықтан мен 5 жыл дегенде, мен 100%-дық күндерден тұратын 5 жылды айтамын. 5 жыл 100%-дық күндерден тұрады. Мен сені сахнаға Жапамен, Датоши Виджаймен бірге патша немесе патшайым ретінде шақырамын. Сен менімен біргесің бе? Жарайды. Бірінші бөлімде мен 100% туралы айттым. Екінші бөлімде мен сенің өсуің керек екенін айтамын. Енді айтыңызшы, бұл нені білдіреді? Бұл аздап қиын. Бірақ мен сізге бір оқиғаны айтып беремін. Мен 27-де едім. Бір күні менің тәлімгерім Датоши Виджай маған, білесің бе, Бетмен, сен әлемді қашан жаулап аласың, деді. Мен қашан деп сұрадым. Мен өз мүмкіндігімнің шегінде патша болдым. Мен әлемді жаулап алдым деп ойладым. Және ол, білесің бе, сен әлемді қашан жеңетініңді, деді. Мен қашан, Анна, қашан деп сұрадым. Сен өскенде, мен сол күні кешке үйге оралдым. Мен депрессияға ұшырадым. Өйткені мен 27 жастамын. Неге ол маған өсуімді айтып жатыр? Сондықтан мен анама қайта оралдым да, анашым, сіз білесіз бе, мен өсуім керек дедім. Ол маған қарап, сен 100% өсуің керек деді. Содан кейін мен бұл туралы ойладым. Және келесі бірнеше күнде өсудің сенің жасыңа еш қатысы жоқ екенін түсіндім. Өсудің сенің өсуіңе еш қатысы жоқ екенін түсінесің. Өсу, бұл сенің кім болуың керек, қалай өмір сүруің керек, өзіңнің ең жақсы нұсқаң болу үшін не істеуің керек екенін түсіну және түсіну. Бұл өсіп келе жатқан нәрсе. Сол кезде мен 27 жасымдағы өмірімді талдап, жетілу үшін не істеуім керек екенін, түсінуім керек екенін түсіндім. Және танымал пікірге қарамастан, есейген кезде сізден ешқандай әрекет талап етілмейді. Есейген кезде бірдеңені түзету керек. Жаңа нәрсені үйрену емес, ескіні ұмыту керек. Бәрі жақсы ма? Мен бұл жерде сенің бастығыңның, сенің жоғары басшылығыңның терең даналығы жатқанын түсіндім. Бәрі жақсы, жалғыз және жалғыз. Мен соңғы рет өз ойымды тастауға тура келгенін түсіндім. Өткен жолы менің ойым қандай болды? Міне, менің көңіл көтеру туралы анықтамам. Мен әлі ересек немесе жетілмеген кезімде қарапайым, ақымақ адамдар сияқты көңіл көтерудің не екенін түсіндім. Бүгін менің көңіл көтеру туралы анықтамам мүлде басқаша. Менің көңіл көтеру туралы анықтамам табысты адамдар клубы. Мен адамдарға қаржылық жағынан еркін болуға көмектесемін. Мен 20-26 жылдан кейін Қытай, Жапония сияқты жаңа нарықты ашамын. Мен Жапонияға бара жатырмын. Бәрі жақсы, қызық туралы түсінігіңді ұмытайық. Жарайма, ешқашан бұқаның қантына реакция жасама. Өмір бұқаның қантына толы. Бұл адамдардың пікірі. Google, газеттер, үкіметтің пікірі, ақымақтар, туыстар және бұл міндетті түрде болады. Бұлай әрекет етуді доғар, реакция жасама, жауап бер. Сен қалай әрекет етесің? 100% беріп жауап бер. Хаос кезінде 100% бер. Ең ауыр дағдарыстың ортасында аузыңды жауып, 100% бер. Қалғаны өздігінен болады. Адамдарды сендіруге тырыспаңыз, өзіңізді сендіріңіз және оны жасаңыз. Қалғандары сенің соңыңнан ереді. Сондықтан мен Датоши Виджай үйреткендей әрекет етуді тоқтатып, әрекет етуім керек екенін түсіндім. Үшіншіден, жауапкершілік. Солай емес пе? Ұзақ уақыт бойы біз өзімізге, ең жақын туыстарымызға және жақсы достар деп атайтын бірнеше ақымақтарға жауапты болдық. Солай емес пе? Бірақ сіз желі қызметкері болған кезде, жоғары деңгейдегі басшы болған кезде, сіз әлдеқайда көп адамдар үшін жауап бересіз. Бұл армандар, бұл отбасылар, бұл балалар, бәрі жақсы ма? Және сіз осы жауапкершілік сезіміне бой алдырған сәтте, маған сеніңіз, сіз өсесіз. Өйткені сіз қандайда бір ақымақтық жасағыңыз келсе, оның басқа адамдардың өміріне әсер ететінін түсінесіз. Ерте ұйықтағыңыз келсе, басқалардың өміріне әсер етесіз. Ажыратып, Кумбая әнін айтқыңыз келсе, сіз басқа адамдардың өміріне әсер етесіз. Бәрі жақсы ма? Сіз үзіліс жасағыңыз келсе, сіз басқа адамдардың өміріне әсер етесіз. Сондықтан жауапты болыңыз. Бүгін 2 өмірге, 200 өмірге, 20 өмірге, 2000 өмірге, 200 өмірге немесе миллиондаған өмірге жауапты екеніңізді мойындаңыз. Өйткені мен жауаптымын. Үшін бәрі жақсы ма? Ал қаншама өмірге, қаншама армандарға жауапты болсаң, оларды бірінші орынға қоясың. Өзіңді бірінші орынға қойма. Бәрі жақсы ма? Бұл өте қарапайым. Келесі нәрсені ұмыту керек.
Бұл оқу барысында үйренетін барлық нәрсе. Мектептегі білім беру жүйесі бұл планетадағы ең үлкен алаяқтық. Ол сізге кедей болуды үйретеді. Ол сізге шектеулерді үйретеді. Бәрі жақсы. Сіз бәрін ұмытып, бір ережені есте сақтауыңыз керек. Қандай мақсатқа қол жеткізгіңіз келсе де, бұл мүмкін. Бәрі жақсы ма? Ең бастысы, сіз бұл үшін баға төлеуге дайын болуыңыз керек. 100 метрге жүгіруден Олимпиаданың алтын жүлдегері болғың келе ме? Бұл мүмкін. Хусейн Болттан сұра, мен оны жаттықтырамын. Түсіндің бе? Егер сіз тиісті бағаны төлесеңіз, бұл мүмкін болады. Сіз нетте мультимиллионер болғыңыз келе ме? Егер сіз тиісті бағаны төлеуге дайын болсаңыз, бұл мүмкін. Егер сіз Афган сахнасында мыңдаған адамдардың алдында өнер көрсеткіңіз келсе, онда сіз тиісті бағаны төлеуге дайын болсаңыз, бұл мүмкін болады. Сондықтан сіздің ойыңызда мектептегі білім беру жүйесі, қоғам, осы дүниенің нормалары қойған шектеулерге байланысты мүмкін емес деп ойлағанның бәрі шындық, бұқаның қанты. Егер сіз оның құнын төлеуге дайын болсаңыз, бәрі мүмкін болады. Өсу деген осы. Ақырында өсу. Бұл барлық сұрақтарға сіздің жауабыңыз бар екенін түсіну. Іздеуді доғар. Жауап іздеуді доғар. Мен мұны талай рет айттым. Ол маған үнсіздік саласында былай деп жазды. Сіз іздеген барлық жауаптар сіздің ішіңізде. Өйткені мен сіздің жауабыңыз екеніне сенемін. Ал егер сіз өз ойыңызды тыныштандырсаңыз, эгоңызды басып, бірнеше минутқа аузыңызды жабыңыз. Маған қойғыңыз келетін, жапаға қойғыңыз келетін, даты шривиджайға қойғыңыз келетін кез келген сұрағыңызды өзіңізден сұраңыз. Егер сенің көңіл күйің дұрыс болса, сенің эгоң бақылауда болса және тостағаның бос болса, онда бәрі жақсы. Сенің сұрағыңа мен сенің сұрағыңа жауап бергеннен гөрі өзің жақсы жауап бересің. Түсіндің бе? Сіз іздеген жауаптардың барлығы сіздің ішіңізде. Сондықтан жауабын білмеймін деп сылтау айтуды доғарыңыз. Сен мұны қалай істейтініңді білмейсің, мұны өзің де білесің. Сен оны туғаннан білесің. Біз бәріміз барлық жауаптармен дүниеге келдік. Сізге тек осы қорапты ашып, барлық жауаптарды табу керек. Ақырында, қайталаймын, ешқандай ақтау жоқ. Бұл менің Spotify арнамның атауы. Радио ақтаусыз. Біз сылтаулардың артына жасырынуға бағдарламаланғанбыз. Егер сіз бірдеңеге қол жеткізе алмасаңыз, немесе сәтсіздікке ұшырасаңыз, басқаларды кінәлап, сылтау іздеуге бағдарламаланғанбыз. Бұл жерде де шындық бар. Мен бүгін осылай өмір сүріп жатырмын. Менде ешқандай ақтау жоқ. Егер бұл орын алу керек болса, бұл тек маған байланысты және солай. Ешқандай ақтау жоқ. Ақырында менің Spotify жұмыс істей бастайды. Бәрі жақсы. Мен таңғажайып адамдармен керемет сұхбат жүргіздім. Сондықтан Spotify радиосында ешқандай ақтау жоқ. Бұл менің арнам. Және менің YouTube тегі күміс бұйымымды ұмытпа. Жазыл, өтінемін. Жазылыңыз. Мен бұл күміс бұйымды алғым келеді. Және мен сендерді жақсы көремін. Бұл Рим арқылы таңғажайып саяхат болды. Менің қоштасатын кезім келді. Сіз мұны көргенде, мен Хабибиге бара жатқан Emirates авиакомпаниясының бірінші класты ұшағында салқындап жерден 40 фут биіктікте тұрмын. Дубайға келіңіз.